Vavada. Biz eksklyuzivda Otос o'yinini boshlaymiz. 5 BMW avtokөліктері мен көптеген ақшалы жүлделер өз жеңімпаздарын күтуде. Шоны болғыштарда қыркүйектің 30 мен 10 қараша аралығында өтетін 5 түрлі турнир анықтайтын болады. Қыркүйектің 30 мен 30 қазан аралығында 2X турнирлерде 2 жеңімпаз бірінші серияның BMW автокөлігін алатын болады. Күміс турнирдің ойыншылары 13 қазанда 3 серияның BMW үшін жарысатын болады. Алтын мәртебені 27 қазанда болатын турнирде керемет жүлде күтеді. 5 серияның BMW автокөлігі. Ал қарашаның 10-ы платина жеңімпазы бас жүлде BMW X5-ті мініп кетеді. Бірде-бір маңызды егжей-тегжейді өткізіп алмаңыз. Сайтымызда жаңалықтарды бақылаңыз және әлеуметтік медиаларымызға жазылыңыз. Ойыншыдан Вавадамен бірге жеңімпазға дейін. Мама, не үшін тесіп жатсың? Сен жұмысын қанша, мен өзім машинам қай жерге қоям, өзім білем. Осылай бармақшысың ба? Костюм шалбарыңды кисейші. Құдалармен бірінші рет кездесуге бара жатырмыз. Ұят емес пе? Иә, сондықтан қызымның қалың малы 5 миллион. Қанша? 5 миллион теңге. Ап, бәрекелді. Зор болды ғой, мынау. Саған миллион. Мынауың родной краска ма? Я родной краска. Мотор май жемейді. Серьезно, ДТП болмаған қонда, я? Жоқ, болмаған. Коробка теппей ма? Теппейді. Теппеген. Тепкісі деген бауырым. Шереге жоқ па, братнан? Сен өз алатын баласың ба? Әшін далбасыла сұрап жүрсің ба, еле? Алатын болған екен сұрап атқан жерміз? Сұрап алайық та алатын затымызды. Білгенде айтып жатырмын болса, 10 рет айттым. Сен ойыңдағыдай идеальный машина емес енді бір салондағыдай. 20 жыл жүрген машинада не күтесің? Мен өзім айдап жүрген машинам айтып жатырмын саған. Главный жолда қалдырмайды. Шер май жемейді. Серьезно ДТП болмаған. Мысалға да. Брат, еркек шеш, жалпы машинаның жағдайы қалай өзі? Короче, бауырым, машина май жемейді, су ішеді бауырым. Коробка теппейді, кісінейді бауырым. Мотор мамалатады. Печкісі папалатады. Бензин көп жемейді, жай әшін ескейді ол көрінші. Короче, рульді ұстайсың, өз апарады ғой апаратын жеріне. Кейде настроениесі болған кезде рульді ұстамай-ақ та апара береді, негізі. Короче, бауырым, багажына оң қой сияды ғой. Газель сияқты ғой, негізі. В общем, бауырым, бір ай айдасам, бір ай үйде тұрады ғой машина. Бақтада істеймін да, бақтада. Сонда да бір арасында бір той-пойға айдасам, айдадым, айдамасам, молда жоқ, короче. Если что, бұл сайып қырамды алам десең, 5 миллион 300 ғой бауырым. Че там, бауырым? Жел бар ма? Мықты. Не үшін сатып атсың бұл машина? Не үшін сатып атсың дейсің ба? Короче, бауырым, үйленейін деп жатырмын мен. Соған ана болашақ әйелімнің қалың малы 5 миллион сұрап жатыр ғой. Сол үшін сатып атырмын ғой? Жетіскенмен сатып атыр дейсің ба? 5 миллион? Әкімнің қызына батсың ба, немене бәле? Иә, әкімнің қызына алып, потолокқа түкіріп жатпайын ба? Мама, 5 миллион дегеніңіз ұят болды ғой. Немене ұят болады? Сені іздемей алып қашқан кезде ұят болмады ма? Алып қашқанда енді біз келісіп алдық қой екеуміз. Сен қыз бар ғой, мен басымды ауыртпа. Келісімен дейді ғой. Бізден сұраптың ма не келісімен дейтіндей? Мама, енді бәрібір 5 миллион деген артық болды ғой. Артық ештеңе жоқ. Сен бара салып сол жақтың сөзін сөйлеп тұрсың, а? Не, уже болды ма? Сатылдың ба сол жаққа? Сатылған нес? Мен енді болды ғой, жердің адам болам ғой. Сен менің миымды ашытпа дедім ғой мен саған. Артыңнан апаратын заттарды немен, қай жермен алып барам?
или менде алтын қазда бар ма үйде? Мама, енді жұрттың алып баратқан ақшасына сол ақшаға алып келе бермейміз бе заттарды? Ойбай, 1 миллионға не алып барасың, а? 1 миллионға не келеді қазір? Айналайын-ау, жұрт соның үстіне қосып алып барып жатыр заттарын. Ал менің оның үстіне қосатын ақшам да жоқ. Так что сен бар ғой, үйіңді ашпай тыныш отырайын деп. Құдай-ай. Япо, тұршы, Япо ханзадан менің. Ту, Японино, Японой-ной-ной-нойным менің. Тұршы, саған күшті қылып, жұмыртқа мен сосиска қорып қойдым. Тұршы, Япо, или төсегіңе әкеліп берейін ба? Япо, завтрак в постели деген сияқты бай. Тағы бір нәрсе сұрайын деп тұрсың ба? Жоғы, ештеңе сұрамайым. Кеше ғана алып бердің ғой көйлекті. Япо. Или бір жерге сұранайын деп тұрсың ба? Жоғы. Тұршы. То не болды сонша романтика қылып, бір күшті қылып істеп берейін дегенем. Ол да болмады ғой. Япо. Япо не ғой? Мен телефон жоғалтып алдым. Қашан? Қай жерде жоғалттың? Кеше қыздармен отырғанда ма? Или таксиде түсіп қалдым ма? Білмеймін, барлық жерді іздедім, таба алмадым. Ай, топасай. Телефон жоғалтқанша өзің жоғалтпайсың ба? Осы сен жүрген жерің проблема айтыр. Құдай-ай, Аллай, неге менің пешенеме осындай нәрсе жаздың, осынша қорлық көретіндей не үшін? Түсінікті. Ойнап айтып жатырмын, не болды сонша? Жоғалтқан жоқпын өзімде телефон. Адам сөйтіп ойнай ма? Ой, сені оята салайын дегенем ойнап. Аузына келгеніңді айттың ғой. Менен қорлық көрушісің бе әлде? Түсінікті, мейл. Мен алдық қой, ойнамада өйтіп. Ойының осылай қалады ғой бір күні. Тепше. Эй, хорош! Зига-зага. Хей! Не деген гол мынау. Ей, жаным. Комбинация ғой, комбинация. Иксті басшы. Көрейік та. Повтор қарақ кетесің, естіп е? Мен көретіндей повтор болып тұр да, мына жақын ортада қайталанбайды мынау. Біз гол соқса қарамаймыз ғой, тез бастап кетеміз ғой. Қарамайсың, 2 сағат отырдың ғой, болмайтын бір өтірік гол. Аяғың сыңғырай, не голын аяғын қарсен ау? Жоқ жерден кіргізіп алған ғой. Ей, жаным, зор да бұндай. Бізге де берші қарай, Калян, 2 сағат болды шеге отқаныңа. PS ойнамайсың бір. Ойшы, ойнап отыра бершің ойыныңды. Жаңа Калян алайық деп отқана. Жоқ деп отырың ғой, 1 тиын. Бір тиын жоқ қана береміз, 2 тартқан қанша 170 теңге ма? Береміз ғой. Ой, мысық бір жерін көрсетпейді 170 теңгеге. Қай жерін көрсетпейді, қай жерін? Бүйрегін іші, қай жерін деп қояды ғой. Әй, берсіз күйіктен ғой енді, бір 2 сәт шексін. Бошы, ойнайсың, ойнамайсың ба? Брат, мына жостикті ауыстырып берші, жүгірмей жатыр ғой, ишак болып нарған. Қанш. Сосын битсе, брат, бір қол или саусақ па берсей, содан да болуы мүмкін да наған. Бір жерін қысып отыршы сен, қаршы? Раста енді, брат, кегел 4 жойстик ауыстырдың ғой? 44-ін ауыстырам әлі, 44-ін. Жойстик ауыстырып қайтам десе бүгін даққа. Ойнашы. Бей атыр оларды. Айтан жойстиктен ғой мынау. Аллаға шүкір. Кішкене басым ұрды. Шай ғой, айналайын 5 миллиондық келін. Сен неге жұмысқа бармағансың? Бүгін демалыс қой, бала. Бүгін демалыс қой. Анау далада шөптерді орып қойғанда. Орып қойдың ғой оны? Қой? Анау шашылыққан балондарды жинап қойғанда. Онда жинап қойдым. Ойма, талдың астын қопарып қойшы онда. Қойшым, демалма десеңші бүгін, Не демалыс керек сендерге? Жабраспы бол? Болды онда. Қазір бүкіл әлемнің жұмыстарын істеп қойын, құдай қаласа, Далбасыламай істеп қой бол. Жатпақшы екенсің демалыс деп. Сенен бойдағы емессің. Демалыс дегенді ұмыт енді. Кешке не тамақ жасайсың?
Білмеймін, қандай тамақ жасайын? Мәнті жаса десем, жасай алмайсың. Онда өзім жасаймын ғой. Атасы 5 миллиондық келін қандай тамақ жасасын? Негізі мама бешбармақ жеп құдай қаласа бүгін кешке. Біраз болды жемей. Негізі бешбармақ кешкеге ауыр болады деп жатыр. Ауыр ма? Ауыр болады да. Бүгін кешке тамақ ішпей қояйық. Білмеймін. Не болса да жей береміз. Кел, уайымдамай-ақ өзінің қалағанын істей бер. Амин, мен кеттім. Мен де болдым. Дастархандарын бәрін жинап, үйдің ішін шандарын бәрін сүртіп, жақсылап жинап қойшы. Басым ауырып отыр енді. Алтынай, сен вообще бешбармақ істей алмайсың ба не? Жоқ, жасай алмаймын. Ой, қуырдақ ше? Жоқ. Қойш? Плов, лағман. Жайсек, мен ондай тамақтарды жасай алмаймын. Өзің де білесің ғой, мен жұмыс деп қанша уақыттан бері жұмыс жасап жүрдім. Шынымды айтсам, кейін күйеуге тиіп алған соң үйренемін деп жүрдім ше. Әйтпесе осы тамақтардың бәрін мама үйретпейді дейсің ба маған? Жайсек жан. Пешенеңе біткен қатын осындай болып тұр ғой, енді қайтесің. Ұрды. Не болды, тырысып? Тыныштық па сенікі? Шыныңды айтшы. Мені жақсы көрмейсің ғой сен, я? Ой, тағы басталды ма? Шыныңды айта салшы, мен түк ренжімеймін. Айта салшы. Қойшы, бір нәрсе болса жақсы көрмейсің деп шығады екенсің. Тыныштық па сенікі? Тыныштық. Жай просто мойындай салшы. Не мойындайтын бар оны? Сен мойындамайсың ғой бірақ. Мен осындай темада әңгіме бастасам болды, сен жаба саласың бірдеңеге қарай өзгертіп. Неге бұрып, неге өзгеріп жаба салады екен? Үйтіп жатқан жоқпын, тыңдап отырмын ғой кәдімгідей. Сен негізі маған көңіл бөлді, мүлдем қойдың, білесің ба, япы? Мен еркелетуді қойдың. Давно еркелетпейсің сен мені. Япы, жаңа азандағы бір романтика болсын деп бір бар күшімді салып саған күшті қылып жасап берейін десем, не бүлдірдің, анау не бүлдірдің деп. Ой, сен бәрін бытшын шығардың ғой. Сен романтиканың артында әйтеуір бір көйлек немесе бір жерге сұрану жатады ғой, білеміз ғой. Қойш, маған келгенде уақыт бөлу дегенді қойғансың сен. Мен үйде не істеп жатырмын, ол қызық емес саған. Мен жұмыс жасап жатырмын, мен ақша тауып жатырмын дейсің. Ал мен ше, мен үйде не жасап жатқан саған қызық емес те, мүлдем қызық емес. Әлде бұрынғы бойдақ кездегідей әдемі емес болып қалдым ба? Мен жұмыстан шаршап келдім ғой дейсің. Мен япы сен үшін барлығына шыдап жүрмін ғой, білесің ба сен? Сен үшін барлығына көніп жүрмін. Осы жұмыстан келгенде дұрыстап отыр, тамақ ішінші, өзінің қалаған тамағын жесінші деп күнде тамақ жасап жүрмін, сенің кіріңді жуып жүрмін. Ал сен ше, менің қадіріме жетпей жүрсің сен. Маржан, мен білемін, әйеліне көңіл бөлу ол еркектің міндеті. Бірақ сен де мен түсінді, мен ерігіп жүрген жоқпын, азаннан кешке дейін жұмыс істеуім керек. Ақша тауып осы отбасымызға ақша білейін әйтеуір, ақшадан қиыншылық көрмейік. Сол үшін жұмыс істеп жүрмін мен. Япы, бақытты болу үшін тек қана ақша керек емес қой. Білем оны, бақытты болу үшін бай болу маңызды емес. Бірақ мен жұмыс істемей ақша таппай қояш, менен жексұрын адам болмайды мына үйде. Не үшін жұмыс істеп жүрмін мен? Не үшін жұмыс істеп жүрмін? Әйтеуір осы ақша тауып, емделіп, екеуміздің баламыз болып аяққа тұрып кетсек деймін. Сенің ойыңда маған көңіл бөлмейді, мен жақсы көрмейді, маған көңіл суып кеткен дейтін ойлар жүретін болса, менің ойымда қалай отбасы боламыз, қайтсек біз жақсы семья боламыз,
қашан біз балалы боламыз, балалы болып сол баламыздың қуанышын қашан көреміз деген ойлар жүреді. Саған көңіл бөлмей қалған кезде ол сен жақсы көрмейді деген сөз емес ол. Енді япо, сен жақсы көрем мен. Япо, бір кино шығыпты. Кешке саған барып қайтайықшы. Бәсе, азаннан бері не айтамай жүр десем. Кино десе, Жоға, ол емес. Боп, барамыз, қойшы, бокс көріп алсашы. Білмейін, өзімізде басымыз қатайып отыр. Кредит аламыз ба, не істейміз деп. Біреу мәдеп бере салмайды ондай ақшаны. Жақсы. Бопты, мақыл кейін хабарласармыз. Не қылды? Құдағымен сөйлестің ба? Иә, сөйлестім ғой. 5 миллионды тауып бересіңдер деп отыр. Жындың ба? Мен оны ойнап айтып отқан екенсің? Қайдағы ойнап айтып отыр дейсің? 5 миллион деп қайқайып тұрып апты ғой, Не болды? Қызы екен ше? Қызы біздің үйге келін болып түсіп қойды. Қазір ақшаны бере алмаймыз десек, не істей алады бізге? Соны айтсайшы. Тем более бұл. Депутаттың қызына батқандай бір ше. Мен де соны бағана бері не айтып отырмын. Ана балада мәшиясын сатып жатыр. Айтыршы. Естіп. Келін естіп қоймасын. Ести берсін. Естісін қайтаға. Шешесін айтып барсын. 5 миллион нес. 5 миллионға 5 қыз алам ғой мен. Ой, 5 миллионға 10 қыз алам ғой, 10. Көтіңді қыста сен 10 қыз алам дейді. 10 қыз түгіл бір қыз қарамай жүргенмен ойланбайсың сен, жұмысың жоқ, ә? Ой, алдына 5 миллион лақтырсам, қандай қыз болсын, көніп қалады ғой. В общем ше, құдағайдың енемнің бар ғой, понятиясы жоқ па бірдеңе екен ше. Ой, қайдағы бірдеңелерді айтып кетті. Еще онымен таныспай тұрып ше, мен плотно ерексіп алғанмын ғой мен. Бопты да сорлы. Сосын ана қалыңмал қымбаттатып отқаны. Жоқ, одан емес ол. Қызы әдем болғаннан кейін деп ойлап отырмын мен ше. Әдем емес ау сол. Обычный қыз ғой кәдімгі. Әр класста болатын қыз ғой ондай. Көттерің айыр жереме дұрыстап сөйлеңдер. Әп-әдем қыз ол. Айвана, әйелін айтып еді, жаны шығып барадыр ғой, сразу шығады жаным. В общем, қысқасы, бізге ақша керек қой. В общем, бір кісі бар, таныс. Сол кісіге барайық. Бізге жұмыс береді, нормально ақша табамыз ғой. Қандай жұмыс ол? Білмеймін, нормально жұмыс шығар. Ана Англияға барып, құлпынай теріп атпайық бәріміз. Көрейік бірінші барып, сосын бір айтамыз ғой, білеміз ғой. Кеттік пе, достар? Әй, келін. Ау, мам. Келші. Ойбай. Кішкене қолымды уқала жіберші. Сәл уқала үйіп қалды ма бір болып тұр. Айтқандай, мамаңмен сөйлестің бе? Иә, сөйлестім. Қалай екен, жағдайлар жақсы ма екен? Иә, жақсы. Не жайында сөйлестіңдер? Не жайында болғанда сол қалай жеттіңіздер дегендей. Қалмал туралы ештеңе айтпадың ба? Жоқ, айтпадым. Неге? Кішкене мамаңа айтып көрмедің ба? Мама, көбірек ақша оны қайдан табады деп. Ол жайында сөйлесіп көрмедіңдер ме? Жоқ, сөйлеспедік. Кішкене мамаңа бір айтып көрсең. Мама, 5 миллион деген көп ақша. Ол ақшаны олар қайдан табады деп. Бұлай кішкене мамаңды бір әңгімеге тартып, сөйлесіп көрсейші. Мүмкін түсінетін шығар. Олай айтсам ұрсатын сияқты маған. Неге ұрсады? Ұрыспайды. Сен мамаңа жақсап тұр сөйлес. Енді оңай емес қой, білесің ғой енді өзіңде. 5 миллион деген ақша. Сондықтан мамаңа кішкене ақылын айтып, мама деп бір оңашал, бір әдемілеп түсіндіріп айтсаң, менше мамаң түсінетін сияқты сөйлесіп көргін анаңмен. Жарайды, мама, сөйлесіп көрейін. Мынау Камридің моторы ғой қарсай.
Дөу болады да олардікі. Ой, кім? Жасик па? Жас, не үшін хабарласып жатыр? Білмедім, түн жарымда. Алмай ақ қойшы. Неге? Қазір келе қал дейді сосын кейін. Бір күнді адам ұқсап бірге өткізейік та. Күнде бірге өткізіп жүрміз ғой. Ой, білем ғой сен үйде болғаныңды. Туалетте 2 сағат телефон шұқылап отырасың. Тамақтан тамақ ішесің, ат тұрып кетіп қаласың. Сосын түнде қасыма жатасың, тағы телефон шұқылап жатасың, маған қарамай. Ой, тағы басталды ма енді? Ай, қош жүр, алмай ақ қой. Ертең күндіз сөйлесесің. Жүр, тамақ ішеміз. Я, мен бүгін чорт болып кеттім, Кешір досым. Тамақ дайындық келді. Екіқабат па? Екіқабат ғой деймін, Жармес. Барып сұра не болған? Ай, отыр. Онысы да белгілі болып тұр ғой. Сондай ғой деймін, мама, Ай, мен қайдан білейін? Келсін де қазір сұраймыз ғой. Сіз білетін сияқтысыз. Жақында немерелі болайын деп отырмыз ба? Көреміз ғой, қазір сұрайық та. Алтынай? Тыныштық па? Иә, бір түрлі жүрегім айнып кетті. Әші қышқыл нәрселер жегін келіп жатқан жоқ па? Жоқ, ондай жоқ, мама. Қазір басталды ғой. Бәрі осылай басталады. Мүлідіс. Сондықтан қызымның қалыңмалы 5 миллион. Қақтасыңдар? Короче, сен айтқан адамға барайық. Ойландым мен. Давай. Осы кісі ба? Маған ассаламағалейкум дейміз, саламатсыздар дейміз. Екеуін қосып айтасыз. Привет деп қойшы болмаса. Қалайсыңдар көтеншіктер? Көтеншігі не сен? Мына сен геморрой екенін біліп қойдайын. Сендер отырасыңдар ма әлде далаға шығып сөйлесіп келесіңдер ма? Давай. Алдын айтқандай ғой, жұмыс бойынша балдарға срочно ақша керек болып жатқан екен. Именно кімге керек жұмыс? Маған керек қой. Сендерге ше? Бізге де керек қой. Так, жігіттер, өте керемет, рахаттанып, кайфовать етіп отырып істейтін жұмыс бар. Қош. Қоя алмаймын. Қысқасы, бас ауыратын, мұрын қанайтын, қыш көтеретін жұмыс емес, жай ғана қолмен дұрыс жұмыс жасау керек. Как раз осындай жұмыс керек еді ма? Маған қанамайды. Ол қандай жұмыс ол? Массаж жасай аласыңдар ма? Білемем, көтеншік дегеннен. Сен аяғына дейін тыңдабасай, көтеншік? Массаж болғанда кімге істеу керек оны? Адамдарға істеу керек. Біліп тұрық қой оны, еркектерге ма, әйелдерге ма? Вот вопрос. Короче, қаладағы ақшасы бар, бай батша әйелдерге істеу керек. Бір клиент. Ебай. Сендер қуасыңдар ма? Мынаған сені отсыңдар ма? Кеттік әні, қандай жұмыс? Жұмыс емес, позор ғой мұнау. Көтеншік, отыр сен, еркек емес, езі екесің, айуан. Пошла вы отсюда, неменеге келдіңдер онда?
Келеміз. Адам нервсын ойнап, блядь. 50 теңге бар ма? Жығале! Блядь, сук. Блядь, қасым күйді. Қиққа, блядь. Сен малсың ба? Қандай жұмысқа алып келдің бізді? Мен қаяқтан білейін, жақсы жұмыс бар дегенге оны. Қаяқтан білейін, бәрін білесің сен. Алдым істеген ба бір бөле ғой негізін ол. Қума шей. Негізше жіктер Мура істегісі келді ғой. Қанша деді ғой сразу. Қорқып қояды, әңгіме болсын деді, жерде отқан кезде просто. Нем бар болмаса. Давайте, кеттім мен. Сендер не қама? Жақсы, мен өзім қайта барам. Жақсы. Тағы сондай жұмыс тауып қой. Жексу. Сондықтан қызымның қарымыздан 5 миллион теңге. Білдім ғой мен. Білдім ғой. Сенің келетініңді. Батырым, келдің ба? Кет баратқан кездің білдім ғой келетініңді. Не істеу керек? Ей, позор ғой бұл жұмыс. Не қыласың? Ей, ят қой мынау. Ұялмайсың ба? Сен де істеме. Қойшы, тәпшіне берме, айтса енді. Істеуге кеп тұрып қой. Короче... неме білесіз, жынсың ба? Короче, бізге... Істамай айта берші. Ладно. Бізге сағат 11-ге бір клиент жазылған. Қазір мен саған адресін жазып беремін. Сол адреске барасың, үйіне кіресің. Айтқанның бәрін істейсің. Айтқан деген несі, қуасың ба сен? Тек массаж дедің ғой. Бізде солай, бауырым. Так. Мына шеше не өп кетті? Болды ма? Давай. Сол дейміз. Қалай болады ғана? Аман есен шыққан дұрыс болар. Қош келдің, қошқарым. Ох, еба. Тындың десе короче. Әлесімде сағыным туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді кештеңе де бұрынғыдай болмайды. Қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі жалғыздығым ұнайды.